Бәріңізге сәлем. Бұл видеода түрік асханасының ревани деген тәттісін дайындаймыз. Ең алдымен сиропын қайнатып аламыз. Ол үшін қант, су және оның үстіне бір лимонның бір кусок тілімін саламыз. Осы үшеуін қайнатамыз. Қайнағаннан кейін баяу отта бір 7-10 минут қайнатамыз. 7-10 минут қайнап болғаннан кейін оттан алып суытуға қойып қоямыз. Оған дейін енді жаңағы бисквитін дайындаймыз. 3 жұмыртқаға қант салып миксерлейміз. Қантымыз еру керек. Аппақ болып көпіртудің қажеті жоқ, кішкене көпірсе болды. Осылай осының үстіне сұйық майымызды құямыз. Айранымызды құямыз. Сөйтіп бір миксерлейміз төменгі жылдамдықта. Содан кейін осының үстіне манны крупа саламыз. Ұнымыз бен разрыхлительді саламыз. Сөйтіп миксердің төменгі жылдамдығында жақсылап бір араластырамыз. Енді осыны лопаткамен тағы да бір кішкене араластырамыз да, астынан үстіне қарай. Сөйтіп жаңа асты майланған табамызға салып пісіріп аламыз. Пешіміз 180-175 градуста ыстық болу керек. Түрі әдемі румяный болып қызарғанша пісіреміз. Зубочистка құрғақ шығу керек, сонымен тексерсеңіздер болады. Міне біздің пирог пісті. Піскеннен кейін 5 минут өткеннен кейін ғана сиропты құямыз. Сироп негізі салқын болу керек, бірақ менде су үлгермеді. Сондықтан мен жылы күйінде құя салдым. Соның өзіне сіңдіріп үлгерді. Пирог толық суығаннан кейін осындай бөліктерге бөліп, қалаған нәрсеңізбен сәндейсіз. Міне пирог өте оңай жасалады және бір сочный, влажный пирог болады. Дәмі де ерекше. Жасап көруге кеңес беремін.